Ұлы Отан соғысының ардагері Владимир Дровосеков 1926 жылы Ақмола облысының Балкашино ауылында дүниеге келген. 17 жасында Ақмолаға көшіп келді. Жергілікті жердегі 317 зауытта жұмысшы болып еңбек етті. Жауынгер 1943 жылы әскер қатарына шақырылған. 3-ші Беларусь майданында кеден әскері қатарында отан алдындағы борышын өтеді. Майдандағы алғашқы күн әлі де ардагердің есінде. Біз 3-ші Беларусь майданына түстік, 18 жастамыз. Алдымыздағы шеп жауды жойып, одан әрі ығыстыра берді. Біз соңдарынан еріп көмектесіп отырдық. Жауынгердің ротасы Кёнигсберг қаласына дейін жетті, кейін оларды шығыс майданға ауыстырды. Батыстан шығысқа майданға жеткенше соғыс аяқталды. Бізді қайта жасақтады, сөйтіп құрлық әскерлерінің қатарына ендік. Сахалинге жөнелтілдік, кейіннен Курил аралдарында болдық. Катермен шекара күзеттік. Ардагер отанына оралған соң комендатурада қызмет етті. Бүгінде майдангер 89 жаста. Өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйеніп, ардагер жастарға өскелең ұрпаққа ағалық кеңестерін айтты. Жас буынға көп оқу керек. Барлық қазақстандықтар береке мен бірлікте, ынтымақтастықта өмір сүрсе екен деп тілеймін. Ұлы Отан соғысының ардагері Владимир Дровосеков маршал Жуков атындағы медальмен және барлық мерейтойлық медальдармен марапатталған.